Бес көз әлемді бақылайтын ең құпия одақ. Әлемде көзге көрінбейтін, бірақ ықпалы өте күшті ұйымдар бар. Солардың бірі Five Eyes, қазақша айтқанда бес көз барлау альянсы. Бұл ұйым ресми түрде көп айтылмайды, бірақ оның ықпалы жаһандық деңгейде сезіледі. Бес көз құрамына 5 мемлекет кіреді: ақш, ұлыбритания, Канада, Австралия және Жаңа Зеландия. Бұл елдер бір-бірімен барлау ақпараттарын толық бөлісетін ерекше деңгейдегі серіктестер. Яғни бір елдің тыңшылық қызметі тапқан мәліметтер автоматты түрде қалған төртеуіне де қолжетімді болады. Бұл одақтың тарихы Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінен басталады. Соғыс кезінде ақш пен Ұлыбритания бірлесіп қарсыластардың байланысын тыңдау үшін тығыз жұмыс істеді. Кейін бұл ынтымақтастық ресми келісімге айналып, уақыт өте келе оған Канада, Австралия және Жаңа Зеландия қосылды. Осылайша Five Eyes альянсы дүниеге келді. Ұйымның басты мақсаты жаһандық қауіптерді бақылау. Бұған терроризм, кибершабуылдар, шетелдік барлау қызметтері және геосаяси қауіптер жатады. Қазіргі заманда ақпарат ең үлкен қару. Ал бес көз осы ақпаратты жинап, талдап, қажет жағдайда пайдалана алатын ең қуатты жүйелердің бірі болып саналады. Кейбір сарапшылардың айтуынша, бұл ұйым әлемдегі интернет трафиктің үлкен бөлігін бақылауға мүмкіндік беретін технологияларға ие. Яғни электрондық хаттар, телефон қоңыраулары, әлеуметтік желілер бәрі де белгілі бір деңгейде бақылауда болуы мүмкін. Бұл әрине қауіпсіздік үшін маңызды, бірақ сонымен бірге жеке өмірдің құпиялығы туралы үлкен сұрақтар тудырады. Бес көз тек қорғаныс мақсатында ғана емес, кейде саяси ықпал құралы ретінде де қарастырылады. Себебі бұл елдер әлемдік саясатта үлкен рөл атқарады. Олар бір-бірімен келісілген ақпарат арқылы басқа мемлекеттердің әрекеттерін алдын ала біліп, өз стратегияларын соған қарай құра алады. Сонымен қатар, бұл ұйымға кіру оңай емес. Ол үшін мемлекеттер арасында абсолютті сенім болуы керек. Қазіргі таңда бес көз құрамына жаңа елдерді қосу туралы ресми шешім жоқ. Себебі ақпараттың құпиялығы басты шарт. Көрінбейтін бақылау. Сен телефон ұстап отырсың, бір хабарлама жаздың, бір видео көрдің, бір сайтқа кірдің. Сол сайтте сен жалғыз емессің. Әлемнің бір бұрышында бұл деректер талданып жатқан болуы мүмкін. Бес көз жай ғана ұйым емес, бұл бүкіл цифрлық әлемнің көлеңкелі бақылаушысы деген пікірлер де бар. Ақпарат, жаңа қару, бұрын соғыста танк пен зымыран маңызды еді. Қазір ақпарат бәрінен күшті. Кім ақпаратты ерте алса, сол жеңеді. Ал бес көз дәл осы ойында алдыңғы қатарда тұр. Олар кейде оқ атпай-ақ, тек ақпарат арқылы шешім қабылдата алады. Әлемде жасырын желісі. Кейбір мәліметтерге қарағанда, бұл альянс жер шарын қоршаған үлкен тыңшылық желісін құрған. Спутниктер, кабельдер, серверлер бәрі бір жүйеге біріктірілгендей. Бұл ресми түрде толық дәлелденбесе де, көптеген зерттеушілер осындай жүйенің бар екенін айтады. Қауіпсіздік пен еркіндік бір жағынан қауіпсіздік. Терроризмнің алдын алу, қауіпті адамдарды анықтау. Екінші жағынан жеке өмір, құпиялы еркіндік. Сұрақ туындайды. Біз қауіпсіздік үшін қаншалықты еркіндігімізді беруге дайынбыз? Қорытындылай келе, бес көз бұл жай ғана одақ емес, ол қазіргі әлемнің көрінбейтін бақылаушысы іспеттес. Олар ашық сахнада көрінбесе де, көптеген жаһандық оқиғалардың артында дәл осы ұйымның ақпараттық күші тұруы мүмкін. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.